Аллаға шүкір жамағат. Сіздің бұлай ұшырашуымызға шексіз шатпыз. Сіз айтасыздар енді ойлап отырасыздар, бұл Шакировлар биыл нәрсе білен шоққаттырылар енді деп шулай бет. Сізді жамағат бір нәрсе білен де шоққаттырып болмай, иғланға көз салғансыздар енді, анда үр-яңа тамаша, келеркен мәңгіге үр-яңа шоу тамаша деп yazылған. Нәрсе енді ол шоу. Білесіз бе шоуның нәрсе екенін? Шоу ол Шакировлар очень умные. Шынанда нәрсе әлген, нәр екен деп отырасыздар, жамағат, бұлар ма? Бұлар біздің үшін ең қадірлі әйбірлер. Шынанда Зульфия Шакирова білән 27 ел яшәу дәуірінде ижад еткен, дүнияға танытқан, һәмінде шынанда DVD дискі, һәмінде видео етіп шығарған концертларыбыздың язмалары бұлар. Шынанда бұнда барсы да жоқ, музейда сақланғанлары ғына, һәм шуңа күрә қайсы бірләре белән таныштырып кетесім келе. Ең біріншісінен башлайым. Менә монысы ғұмыр юлы, шынында 27 еллік филармонияға ішке келіп жамағат име бірінші ғұмыр юлын башлаған вақытлар, ең шәп шақлар, үйленген шақлар, кісә толы бір шақлар. Теге ең шәп шақлар дегеннен бар бит, теге жігіт белән қыз мұхаббат утында яналар име. Теге қыз айта екен, әйде қошы шлунибыз. Мен қошам, сен тапсаң, мен сенікі деп айтады. Жігіт, тапмасаң, мені шкафта. Менә бу шундый шақлар жамағат, шыннан да туйдан соң кірген ақшаларны туплап име. Қазанға юл тұтқан шақлар, мәңгі ұнытмен шу туйдан кірген ақшаға ең зор әйбір алғаныбызны, ол да болса 173 тәңкеге холодильник. 173 тәңке жамағат, Қатырғызда мекен ол заманлар. Әйінді мінемісі, сүйіклім менім дегені мұнсы шылайық бек қадірлі жамағат. Ол дуетлар кешесі еді, әмінде мұнда юмор кешесі. Шынланда, ол вақытта Зульфия білән яшейбіз, үйленішкен шақларғына бейтін деймі, бір-бірімізге мотор етіп, сүйіклім менім, ерегім менім, соқыр шәк жоқ. Мотор етіп кіна сөйлешәбіз жамағат. Шынлар, әр яғының өз сөйлешуі бар бейт. Міне Зульфиялар яғында сөйлешу, анда түменнер яшей. Түменнер кімдер енді? Башқұртстандағы түменнер, олар Татарстандағы мишәрлер. Мишәрлерні кім екенсін әйтіп берерге де керекмей. Оларны білелер, сықылдап тұрған, бақасыңа басқыз көйіп, екі бәбәгіңе сұқып сұғарымын дейлер енді. Әйінде Зульфиялар ауылында олай сөйлешмейлер, олар юмышақ сөйлешелер. Шынды матур сөйлешелер, сүйіклім менім, қайттың бардың мы, міне юмышақ кіна аққышым деп сөйлешелер де қатыға отырталар. 27 ел отырам. Әр яқның диалект сөйлешуі бар. Міне Татарстанда бұл арайыны бар, Толымбай деген ауыл бар, анда кіші исім білен сөйлешу жоқ. Анда бұлай сөйлешелер. Кишірім, шүгіндірім, шикәрім, суғаным, діл шулай. Әміне біздің ауылда да бар жамағат. Әммеден әкем біздің ауылда бұлай сөйлешелер. Туған апа, Ерақ апа, Яқын апа, Шибер апа, Алма апа, Қияр апа, Бірліген апа. Келешесіз ме? Шынанда жамағат, әр яқның өз сөйлеші. Мінаннан кері біздің ең тағында исте қалған тамашаларымыздың бірісі ашқынып келе мұхаббат. Мұхаббаттың айтып тұрған, ташып тұрған шақлары. Мұндалы ұлым алай илхамға 8 яш, біргәлі концерттар қойып берген шақлар. Нәрсе енді ол мұхаббат жамағат? Мұхаббат енді ол татар білән башқұрттан мұхаббаттың нәрсе екенін сұрасаң, ол әлі ойлап жауап бере. Чөнки біздің халық баш білән, йөрәк білән ярата. Урысларға бұл сұрауны берсәң, любовь – это электрический ток, который проходит от головы до ног, потом поднимается до такой точки, откуда рождаются сыновья и дочки дилер. Шыннан да жамағат, мына Зульфия білән ашқынып ауылға қайтабыз, әти білән әнинің пенсия алған вақыттарын туры кетіріп, Қазанға кетәбіз, аннан ашқынып көшші келіп жете артымыздан. 3-ні қонарға деп келе, 23-ні қонып қайтып кете. Күштенәші ұзатқан жоқ, күштенәшке шушы малайны беріп қайтарып жіберәбіз. Аллаға шүкір жамағат. Әйні міне мұнсы бәқіт сірі дегені міне. Бәқіт нәрсе енді? Бәқітнің жамағат түшіншесін аңлатыр үшін аңа бір хисап вақыт керек болар. Әмді ләкин әр кім өзінше аңлай. Бәқіт яратқан кішің білән яшу, яратқан ішің болу, яратқан шұғылың болу, яратқан тамашашыларың болу. Шулай бейт. Міне Зульфияның әтесі білән әнесі ешкіне де сір түгіл 65 ел бірге ғұмыр кешірелер. Әтиден сұрадым, әти мен айтам, бәқіт нәрсе ол? Балақайым, бәқіт ме? Бәқіт ол яратқан кішің білән матур етіп яшау, әм бір қошанда нашар сөз әйтмеу. Кетенде әті мен етем, 65 жыл ішінде бірден нашар сөз әйтмәдің мәнеге. Жоқ балақайым, әйтмәдім. Чүнки біз үйленішкенде сөз қойыштық. Шол сөзін әйтесі болса, ауызны қаплап ұрамға шығып кетерге дей. Кетелі мен айтам, 65 жыл ішінде нежелі бірде болмады дегенім. Балақайым сеңағын айтам, 65 жылның 55 жылы ұрамда саф хавада ұздыды.
Менә мондагысы җәмәгать, менә монысы бер-беребезгә без кирәкбез әле. Чыннан да балалар үсә тора, гаилә коралар, оныклар бар, Аллага шөкер. Һәм үзаллы яшиләр. Бәләкәй малайыбызга инде 10нчы класста укый, Аллага шөкер, акыллылар, тәртиплеләр. Нәрсә әйтәсем килә? Чыннан да Зөлфия, мин әйтәм, 27 ел миңа түздең. Тагын мин әйтәм, бер 27 ел түзәргә хәлең бармы дигәнем, җәвиткәем, бәгъркәем. Бер-беребезгә без бик кирәкбез. Миңа бары син кирәк ди. Ана, миңа бары син язып куелган бит. Миңа бары син кирәк ди. Конечно, мин әйтәм, миндә ирләр бик сирәк. Телем балдай татлы, нәселебез затлы, күлмәгештаным белән бер катлы туган авылып Әхмәт, кул шапканыгыз өчен рәхмәт. Менә монысы бар җәмәгать, менә һаман яратам. Һаман яратам. Чыннан да яратмышы мөмкин түгел. Бу дөньяның бөтен рәхәте, бөтен ләззәте, бөтен күңелле вакытларының ярату мизгелләрен кичергән вакытта. Шулай бит җәмәгать. Ярату нәрсә инде? Безнең татардан сорасаң, нәрсә ул мәхәббәт, нәрсә ул ярату дисәң, аларның җавабы мондай. Мәхәббәт ул шүпрә, 9 ай буе күпрә, гомер буе үкрә. Менә җәмәгать, икебезгә бер язмыш дигәне бар. Кризис вакытларына туры килгән программа иде бу. Шуннан да коттедж күршесе көн сайын мактана. Зөлфия инде кулак итен ашый. Ана күршенең 3 машинасы бар, 3 фатиры бар ди. Мин әйтәм, син белмәгән 3 хатыны да бар аның. Эндәшби. Шуннан да водителе да бар, охранник та тотадыр, ашарга пешерүче повары да бар. Кризис китереп сылады. Ишек алдында акырып йөри хатынына, "Все, хатын кыскартам, бүгеннән башлап водительне кыскартам, поварны кыскартам, түләргә акча юк, ашарга үзең пешерәсең" ди хатынына әйтә. Хатыны инде "Карткай, мин риза, ирлек вазифаңны җиренә җиткереп үтәсәң, охраннигың да кирәк ди." Ват Зөлфия Шакирова, ишеттеңме мин әйтәм? Менә Ходай Тәгалә икебезгә бер язмыш насыйп иткән. Икебезгә бер фатир, икебезгә бер машина, кышытмаган җиреңне кашыма дидем. Менә җәмәгать, гомер синсез үтмәсен дигәне бар. Чыннан да яшерим батырын түгел, мин үзем аны Зөлфия үзе дә әйткәнчә әйтим әле. Болай сәхнәдә генә кыланам име? Мин үзем чәй дә куеп ишкәнем юк. Зөлфиядән башка. Менә гомер ишенә бер тапкыр 8 март көнне, моннан белмим ничә еллык хәтерләмим име, 8 март көнне Зөлфия Шакировага бәйрәм ясап, гомер ишенә бер тапкыр күкәй пешереп, кишер салат ясаган идем. Шуннан соң Зөлфия кәем миңа җәвиткәем гомер көйләрем синсез үтмәсен ди. Хатын кызны бит аны җәмәгать шулай гына алдап була. Җәмәгать төрле гаиләләр бар. Гомер бер-беребезгә насыйп булганбыз икән, гомер синсез үтмәсен дип кенә яшәргә ясар. Ана күршедә шундый хәл булды җәмәгать. 35 ел яшәгән, бергә яшәгән хатынын аерып җибәреп, үзеннән 25 яшь хатын алып кайтты. Тиргәдем, сүктем. Нәрсә эшләдең мин әйтәм, ялгыштың бит син димен. Җавит арыдым. Картайды хатын, үзем дә картайдым. Менә йокларга жатасың, теге җире авырта, бу җире авырта, форточканы аш, һава җитми, салкын форточканы яп. Төне буена йокы күргәнем юк. Туда. Менә яшь хатын. Аллага шөкер, киштән чыгып китә. Иртән кайта, зата йокы туяды. Менә монда бар җәмәгать, язмыш безгә сөю бүләк иткән, чыннан да. Язмыш безгә бер-беребезне бүләк иткән. Худайга рәхмәт име. Бүләк Аллага шөкер. Зөлфиягә миңа эшләгән Зөлфиянең бүләкләре 2 әзбәвүрдәй уңган булган, акыллы малай алып кайтып бирү минем өчен зур бәхет. Инде аны бүләксез калдырганым юк. Аллага шөкер, бүләк бирүшәбез. Бәйрәм сайын булмаса да, мин аңа норковый шуба, не жалко. Ул миңа носки. Матур итеп яшибез, Аллага шөкер. Инде дуслар, менә быелгы тамашаның исеме барыгызга да мәгълүм, кил иркәм мәңгегә, приходи на постоянно. Мин әйтәм, не приходить на постоянно. Без бит мин әйтәм, постоянно бергә яшибез. Прописка постоянная. Менә шундый тамаша корып, мин әйтәм, тамашачыларыбызга тәкъдим итик әле дигәч, менә бик матур гына тамаша килеп чыкты. Калганын инде концерт азагында үзегез әйтерсез. Әмма дә ләкин менә киләсе елга без бит ел сайын яңа тамаша әзерлибез. Менә 2нче елга әле программабызның исеме юк. Кайсы тамашачы иң матур, иң күңелгә ятышлы
концерт программасының исемен язып җибәрә. Шуңа бүләгебез бар. Шуңа күрә дә игътибарлы булыгыз, фикер йөртеп, рәхәтләнеп безнең белән бергә программаның исемен уйлагыз. Ярыймы? 2нче елга шул программаны сезгә тәкъдим итәбез. Зур итеп рәхмәт игътибарыгыз өчен.